Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Тұрнияз Рамазан Қуатбайұлы. Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылындағы номері 1-ші жалпы білім беретін мектепте тарих пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Еңбек өтілім 5 жыл, санатым педагог модератор, тарих педагогика ғылымдарының магистрімін. Жалпы педагогикалық идеялар фестиваліне менің қорғайтын жобамның тақырыбы iHistory Lab, тарихты жасанды интеллект арқылы зерттеу зертханасы. Жалпы жобамның өзектілігіне келетін болсақ, бұл негізгі идеясы тарих пәнін оқытуда жасанды интеллект, AR, VR, цифрлы картография және де сторителлинг тәсілдерін біріктіріп, оқушыларды зерттеуші, тарихшы деңгейіне көтеру. Идеяның өзегі тарих тек оқулық емес, зерттеу алаңы. iHistory Lab моделі оқушылар тарихты тек оқымайды, оны зерттейді, модельдейді, картаға түсіреді, реконструкция жасайды. Бұл жоба оқушыны пассив тыңдаушыдан белсенді зерттеуші тұлғаға айналдырады. Жалпы жобамның мақсатына келетін болсақ, жобамның негізгі мақсаты тарихты оқытуда заманауи технологияны пайдалана отырып, оқушыны зерттеуші, сын тұрғысынан ойлайтын тұлға ретінде қалыптастырады. Осы мақсатқа жету үшін мына міндеттерді қойылдым. Оқушыларды құралдарын білім мақсатында қолдануға үйрету, тарихи оқиғаларды талдау мен салыстыра отырып дағдыларын дамыту, цифрлық сауаттылықты арттыру, шығармашылық өнімдер, соның ішінде видео, подкаст, VR модельдерін шығару. Және соңғысы тарихи фактілерді ғылыми тілмен жеткізу. Жалпы бұл жасанды интеллект, менің жобамның жаңашылдығы бірінші жасанды интеллект интеллигенциясы, яғни тарихи мәтіндерді мәтіндер арқылы талдайды. Одан кейін AR, VR технологиясымен тарихи реконструкция, яғни оқушылар 3D модельдер жасайтын болады. Одан кейін цифрлық сторителлинг, яғни әрбір оқушы бір тарихи күннің хроникасын атты, яғни мини-фильмдер жасайтын болады. Және соңғысы локал тарих, яғни өз өлкемнің тарихын зерттеуін модулі. Яғни бұл, өзіміздің тұрып жатқан өлкемізден ұлы тұлғаларымызды немесе жерімізді зерттейтін болады. Осы біздер жасанды интеллект арқылы көптеген нәрселер жасап жатырмыз. Соның ішінде ғылыми жоба зердеге біздер оқушы дайындаймыз. Яғни біз өзіміздің осы мектебімізден қазақ газетін шығарамыз. Яғни бұл 1913 жылы шыққан қазақ газетінің жаңа заманауи нұсқасы. Мына жерде көрсетілгенде, яғни бұл бірінші қазақ газеті, екінші бұл жаңа заманауи нұсқадағы қазақ газетіміз. Бұл қазақ газетінің ерекшелігі, сіздер қазақ газетін оқи отырып, соның ішінен QR кодтар көрсетілген, яғни QR кодта бейнематериал қойылған, сол бейнематериалды қарай отырып сіздер шынайы әсер аласыздар. Ал бұл қазақ газетіміздің екінші нұсқасы. Яғни біздер қазақ газетін осылай дайындап жатырмыз қазіргі кезде. Яғни бізде бұл қазақ газетін дайындайтын, газетіміз дайындайтын кабинетіміз. Яғни осыларды оқушыларға әртүрлі іс-шаралар көрсетілген кезде, бұл ұстаздарымыздың және ауыл дәрігерлерінің осы қазақ газетін оқып жатқан кездегі сәттері, бұл қазақ газетін дайындап жатырған сәттеріміз. Біздер осы қазақ газетіні тек қана мектеппен шектелмей, біздер ғаламтор беттеріне, соның ішінде Instagram, YouTube парақшаларымызға салып отырамыз. Бір түрін көрсетіп жіберейін сіздерге. Бұл қазақ газетінің жарнамасы. Қазақ газеті бұл 1913 жылы шыққан қазақ газетінің жаңа заманауи нұсқасы. Бұл қазақ газетінің ерекшелігі, сіз осы қазақ газетін оқи отырып, QR код арқылы бейне ролик көріп, одан шынайы әсер аласыз. Және бұл қазақ газетін алатын болсаңыз, сізге қосымша алаш қайраткерлері бейнеленген ручка және жаңада шыққан стикер, түрлі блокноттар, және бұның бәрін салатын папка сыйлыққа беріледі. Біздер екінші жобамыздар, бұл ғылыми жобада, яғни өлкетанулық, мана айтып кеттім, өлкеміздегі ұлы тұлғаларымызды зерттейміз деп. Яғни біздер осы Маңғыстау өлкесіндегі Форт елді мекенінде бұрын қуғынға ұшыраған Салтанат Әлжанов деген кісіні зерттеген болатынбыз. Яғни біздер соның өзіміз 3D макетін жасаған болатынбыз. Енді бұл Салтанат Әлжановтың бұлай таныстырылымы,
Яғни біздер осы Форт елді мекеніне барған кезде осы жасанды интеллект арқылы өзіміздің маршрутын жасаған болатын. Бұл маршрут Құрық ауылынан Форт елді мекеніне баратын маршрутымыз. Яғни біздер сол Форт елді мекеніне барып зерттеу жүргізген болатынбыз. Және біз осы мектепте әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырдық осы жоба бойынша. QR код ойындарын, дөңгелек үстел деген секілді. Және бұл жобаларды біздер тек қана аудан көлемінде ғана емес, облысқа танытып жүрміз. Жаңаөзен қаласындағы Алаш және түрік шежіресі конференциясын таныстырып өттім. Және де осы Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың жас ғалым сайысында жеңімпаз болып 1 миллион теңге гранттық жобасын жеңіп алған болатынбыз. Яғни міне мана айтып кеткенде, біздер подкаст видеоларында түсірдік. Бұл Салтанат Әлжановтың тікелей ұрпағы шөбересі Кенжебек Сержанұлымен түсірген подкастымыз. Яғни біздер Салтанат Әлжановтың осы суретін бірінші біздер 3D форматқа айналдырдық. Яғни бұл 3x3D платформасы арқылы біздер суретін 3D суретке айналдырған болатынбыз. Одан кейін оны 3D принтерге салып, яғни дизайн жасап жатқан сәті бұл. Компьютердегі көрінісі. Одан кейін макет дайын болғаннан кейінгі бояуға дайындап жатырған кезіміз, яғни бояйын деп жатырған кезіміз. Яғни міне макет дайын болған болатын. Біздер яғни 2 макет жасадық, оның біреуін жаңа ұрпағы шөбересі Кенжебек Сержанұлына сыйға тартқан болатынбыз. Яғни бұл Салтанат Әлжановтың кезінде бұрында қызмет еткен мешіті. Біздер соны 3D платформасы арқылы мешіттің жаңа дизайнын жасаған болатынбыз. Және де одан кейін бұл мешіт кейін магазин болып ашылған, сол магазинінде жаңа дизайн жасаған болатынбыз. Одан кейін біздер осы аты аталмай қалған тұлғаларды таныту мақсатында елді мекенімізге ұлттық саябақ аштық дейміз, және тарих қойнауындағы жасырын есімдер атты. Сол саябақта біздер адамдардың аты аталмай қалған есімдерді стенд арқылы көрсететін боламыз. Яғни осыны біздер 3D макетін жасаған болатынбыз стендтің. Одан кейін бұл мұражайымыздың көрінісі 3D. Мұражайдың ішкі көріністері бұл кітапхана. Бұл көрме залы, келесі бөлмесінде кинотеатр, және бұл сайттың макеттің жасалып жатырған кезі болатын. Міне осылай менің қысқаша, яғни AR/VR видеосы арқылы, яғни оқушыларды тарихқа қызықтыру мақсатында осындай керемет жобалар ұйымдастырып жатырмыз.